Сәлем қыздар, өте дәмді восточная сладость пирогын дайындаймыз. Ұнымызға сарыуызды, сары май, қаймақ, тұз және де яблочный уксуспен немесе лимон шырыны мен содамызды гасить етіп саламыз. Қолымызға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды 15-20 минутқа тоңазытқышқа салып аламыз. Қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігін жайып, қажетті формамыздың диаметрімен кесіп аламыз. Екінші бөлігін жаямыз. Видеода көрсетілгендей етіп, кесіп алып, формамыздың қаптардарына қойып шығамыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына майдаланған грек жаңғағын, изюм, кураганы пайдаланамыз. Үстіне секерді сеуіп, араластырып, формамызға салып, тегістеп шығамыз. Меренга дайындаймыз. Ақуызымыздың үстіне секерді салып, қоюланғанша миксермен араластырамыз. Дайын меренгамызды формамызға құйып, бетін тегістеп шығамыз. Қамырымыздың үшінші бөлігін өте жіңішке қылып жайып, меренгамыздың үстіне қоямыз. Сарыуызды жағып, қалауымызша кунжут немесе мак себеміз. Пешімізді қыздырып, беті қызарғанша пісіріп аламыз. Пирогымызды суығасын формасынан шешеміз. Астарыңыз дәмді болсын, қыздар.